Жамбыл ғасырлық ғұмырымызда арыны басылмаған алып жыршы, шырайлы жырдан өшпес мұра қалдырған дүлдүл ақын. Жамбыл Жабаев өзінің ғасырға жуық ғұмырында тау мен даланы жырлады. Поэзия әлеміндегі туған халқының мақтанышы, әлемдік деңгейдегі жыр алыбына айналды. Оның ақыл ойға, парасатқа, терең тарихқа, мөлдір сырға, нәзік сезімге толы поэзиясы өнерсүйер әрбір жанды сүйсінтті. Жамбыл бабамыз есімі қазақ әдебиетінде алтын әріптермен қалған ғажайып құбылыс. Тумысынан өнерге жақын Жамбыл «Батаңды маған бер әке» деген өлеңінде «Батаңды маған бер әке, тіліме менің ер әке, жапаның ұлы ақын боп, жақсы депті дер әке, домбыра алып сөйлейін, күнде жасап мереке, мерекелі болған соң елде болар береке, ұрлық түбі қорлық деп, болармыз құр кереке» деп өлеңнің соңында ақындық жолға түсуге бата сұрайды. Жамбыл жырларының халықтар жүрегінен өшпес, өлмес орын алуы оның ұлылығының белгісі. Ұрпақтары барда ұлы ақын жырын ғасырдан ғасырға жасай беретіні сөзсіз. Өлең сөздің дүлдүлі Жамбыл Жабаевтың туғанына 75 жыл толуына орай өлең жырларын жатқа оқу челленджін Түлкібас ауданы Мәмбеталы Бақсыбаев атындағы жалпы орта мектебінің директоры, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Молдахметова Құралайға жолдаймын.